Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен адам ағзасына өте пайдалы дәрумендерге толы сәбіз шырынының рецебімен бөлісемін. Шырын үшін бізге 2 бас сәбіз бен 1 бас алма керек болады. Сәбіздің қабығын ашып, алма екеуін барынша жіңішке етіп турап аламыз. Қазір көкөністерімізді блендердан өткізетін болғандықтан барынша жұқа етіп турау керек. Сонда блендердан тез майдаланатын болады. Жалпы сәбізді шикідей жесек те, пісіріп жесек те пайдасы өте мол. Сәбіздің құрамындағы ең басты компонент каротиноид болып табылады. Сәбізге ерекше түс және дәм беретін дәл осы каротиноид. Сонымен қатар А витаминінің қайнар көзі десек те болады. Яғни А дәрумені адамның бойын өсіреді, көру қабілетін жақсартады және шаштың қалың болып өсуіне септігін тигізеді. Сонымен қатар ішкі ағза жұмысын жақсартады. Яғни бауыр, бүйрек ауырған кезде осы сәбіз шырынын ішіп тұрса, өз септігін тигізеді. Әрине, сәбіз шырынын күн сайын балғын күйінде ішу керек. Егер ұзақ уақыт тұрып қалса, емдік қасиеті жоғалады. Сәбізді тері күтіміне де пайдалануға болады. Дәрумендерге бай сәбізден жасалған маска терінің табиғи қалпын сақтауға және тартылып тазалануына өз ықпалын тигізеді. Және көздің көруін жақсартып, ағзамыздың иммундық жүйесіне, тістерімізге, сүйектерімізге бәріне пайдалы. Ал алманың ағзамыздағы темір жетіспеушілігінің алдын алатыны бәрімізге белгілі. Бұл шырынды ішпес бұрын дәрігердің кеңесіне жүгінгеніңіз дұрыс. Және сәбізбен қоса бір алманы қабығын ашымай, осылай жұқа етіп турап қосып жібереміз. Енді блендерімізға 150-200 мг су құйып алып, туралған сәбізбен алмамызды салып блендердан өткізіп алатын боламыз. Егер сізде сол кезетін болмаса, дәл осылай блендердан өткізіп шырын жасап ішсеңіздер де болады. Енді майдаланып болған сәбізді дәл осындай өткізгіштің көмегімен согын бөлек аламыз. Менің каналымда осымен қоса асқабақтан, қызылшадан дайындалған өте пайдалы шырынның түрлері де бар. Көрмеген болсаңыздар, арнама өтіп көре аласыздар. Және видеоның соңында подсказка бөліміне ссылкасын қалдыратын боламын. Міне осымен біздің сәбізден жасалған керемет шырынымыз дайын болды. Ешқандай қант қоспасақ та өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, астыдағы подписаться бөлімін басып, арнама тіркеліп кетіңіз.